Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Plus-тың 11-ші бетіндегі interrogative pronouns this, that, these, those тақырыбын өтетін боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет, себебі каналға тіркелгендерге ғана видео көрінетін болады. Және де мына жақта жауаптар өте көп, сондықтан міндетті түрде каналға тіркел. Комментарий жаз. Бастадық. Бірінші тапсырмада айтады complete the questions with the words in the book, then match questions 1 to 6 дейді. Яғни мына қорапшаның ішінде берілген why questionдарды дұрыс ретпен орналастырып қою керек, және де жауабымен сәйкестендіру қажет. Бастадық. Where are you from дейді. Сен қай жақтансың дейді. Жауап B болады, Канада. What is your name? Сенің есімің кім? Жауап A болады, Роберт. Who is your favorite actor? Сенің сүйікті актерың кім? Жауап E болады, Джордж Клуни. 4. How old are you? Сен қаншадасың? Жауап бізде F болады, 12, 12-демін. When is your birthday? Сенің туған күнің қашан? Жауап бізде D болады, 10th of November, яғни ноябрьдің 10 күні. Және де ең соңғысы, your brother and sister have got. How many brother and sisters have you got? Яғни сенің қанша аға әпкелерің бар дейді. Сенің жауабын 2 болды, C болды. Жалпы бірінші тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Түсіндіңдер деп ойлаймын. Енді екінші тапсырмаға өтейік. Екінші тапсырмада өте оңай. Complete the quiz questions and choose the correct answer. Яғни мына квизді аяқтауың керек, және де дұрыс жауапты таңда. Бастадық. Бірде, where is the football player Lionel Messi from? Лионель Месси қай жақтан? Әрине, ол бірде Аргентинадан. Жауап A болады. 2. How old is the sport basketball? Баскетбол ойынына неше жыл болды? Жауап B болады, 80 жыл, 80 years old. 3. When is your Wimbledon tennis tournament? Уимблдон теннис турнаменті қашан болады дейді. Жауап B болады. June, яғни маусым айында. 4. Is the name of the Manchester United football stadium? Яғни what is the name of the Manchester United football stadium? Manchester United ойнайтын стадионның аты қандай дейді. Жауап әрине бізде C болады. Ол бізде Old Trafford. 5. Who is the sister of tennis player Venus Williams? Қай әпкелердің бірі мына Venus Williamspен бірге ойын ойнады? Ол жауап A болады, Serena. 4. How many players are in a basketball team? Баскетбол ойыншыларында қанша адам болады дейді. Мен мына жерге C дедім, 6, яғни 6 адам болады деп. Егер менікі қате деп санасаңдар, балалар өздерінікін қойсаңдар болады. Бұл жеке маған айтылған сұрақтар, енді сендерге өздеріне ыңғайлап қойып алсаңдар да қарсы емеспін. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырмада complete the questions and we will answer and the true false дейді. Мына сөйлемді толығымен көшіріп ал, және де шындыққа жауап бер дейді. Бастадық. What is your name? My name is Naruto. Сенің есімің кім? Менің есімім Наруто. When is your birthday? Сенің туған күнің қашан? Менің туған my birthday is 10th of April. Менің туған күнім 10 күні. What is your favorite color? I like green. Сенің сүйікті түсің қандай? Мен қараны жақсы көремін. Who is your favorite popstar? Сенің сүйікті попстарың кім? Яғни поп жұлдызың кім? He is Sadradin. Ол Sadradin. How old is your best friend? Сенің жақын досың нешеде? He is 12. Ол 12-де. How many CDs have you got? Қанша дисктерің бар? I haven't got any discs. Менде ешқандай дисктер жоқ деп, CDs деп жауап бердім. Жалпы түсінікті болып жатыр деп ойлаймын балалар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Енді мына жерде оңай тапсырма this, that, those, thispен толықтыруың қажет дейді. Бастадық. 1. That camera is very expensive. That болады, себебі ол алыста тұр және бір зат. Ана камера өте алыста. 2. These болады, жақын жерде тұр және олар көпше. These are my friends Jessica and Kate. Ол менің достарым Jessica мен Kate. 3. This computer game is very good. Мына компьютерлік ойын шынымен де жақсы екен. 4. That photo is really cool. Мына сурет шынымен де жақсы көрініп тұр. Ол ана суретте анау. Ары қарай.
бесте those boys are from my school. Мына жігіттер менің мектебімнен дейді. Балалар, жалпы сабақ ұнаса, канал ұнаса, комментарийге рахмет деп жазып, каналға тіркел. Себебі каналға тіркелгендерге ғана менің видеоларым көрінетін болады. Goodbye, have a nice day.